Барлығыңа сәлем, арнамыздың кезекті шығарылымына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода қанға боялған Қызыл аспан фильмінің қысқаша баяндамасын сынатын боламыз. Экранды үлкейтіп, соңына дейін бізбен бірге атмосфераны сезіңіздер. Ұлыбритания әуе базасы. Мұндағы адамдар аспаннан келетіндерді күтіп алуға дайындалуда. Тікұшақтан түскен полковник Алан Драмонтқа жандағылар ұшақтың екі ұшқышы да қайтыс болғандығын хабарлайды. Және ұшақ ішінде бір адам террористермен байланысқан болуы мүмкін. Байланыс орнына барғанда офицер по рации оған ұшқышсыз ұшақтың қонуы қиындағанын айтады. Біраздан соң олар жерге қауіпті түрде қонады, бірақ ұшақтағылармен полковник байланыс орнатуға талпынып көреді. Осы уақытта арқанға байланған күйі ұшақтың кабинасынан салбырай түскен бала пайда болады. Спецназдар оны алып кетеді. Ұшқыштар кабинасынан шыққалы жатқан адамға Драмонт қайта орнына отыруын бұйыра сөйлейді. Олармен байланыс кезінде басқыншылар террорист екендігін жариялап, өздерін жіберуді сұрайды. Полковник қолға түскен баладан ұшақ ішінде болған жайттарды білу үшін аудармашын жібереді, бірақ бала болған жайттардың кесірінен жақ ашып сөйлемей қояды. Кадр Элиястың анасы Надяның ұшаққа мінерден бұрынғы дайындығын ауысады. Ол дәрігермен сөйлеседі және ұлымен бірге Нью-Йоркқа анасының әзірге ешкімге белгісіз ауруын емдеу үшін бара жатады. Надя анасына әуежайға келіп чемоданын өткізіп жатқандығын айтады. Бұл істер біткен соң анасы ұлын күту бөлмесіне қалдырып, өзі әжетханаға кетеді. Онда ол дәрісін ішіп ауруға қарсы екпе қабылдайды. Фарид атты жігіт телефон арқылы сөйлесуде, оған Элияс келіп бір-екі ауыз әңгімесін айтып кетеді. Анасы мен баласы ұшаққа кіріп өз орындарына жайғасуда, Бастиан атты ұшқыш стюардессадан бір кесе кофе сұрайды. Одан кейін стюардесса Роберт атты стюардгейерға жоғарғы дәрежедегі адамдар отырған бөлмеге қызмет көрсетуін тапсырады. Ұшақ Германиядан Нью-Йоркқа қарай ұшуын бастайды. Біраз уақыт өткен соң Надя әжетханаға барып, қайта орнына жайғасады. Ол күнделік тәрізді затына бір нәрселерді жазуда және де өзінің отбасының суреттерін қарайды. Оның есіне күйеуі, өзі және де баласы үшеу кетіп бара жатып көліктер бұзылғаны және де осыдан соң күйеуінің көмекке адам іздеп кетіп қалған келеді. Ұшақтың алдындағы бөлігінде жанжал туындады. Роберт өзіне ашулы түрде сөйлеп жатқан жолаушыны тынышталдыруға тырысуда. Болмағасын мұнда маршал көмекке келсе, артынша екінші маршал да келеді. Бірер секундтан соң Роберт осы біреуінің шаруасын тындыра бастайды және де Роберттің шын аты Эйбл екен. Ал жаңағы шу шығарған жолаушы басқа маршалды қылқындырады. Эйбл жолаушы қылқындырып тұрған маршалды пышағымен қорқытып, үшінші маршалдың қайда екендігін анықтайды. Кейін оның шаруасын тындыру үшін Кертис атты адамын жіберіп, одан да құтылады. Өлтірген маршалдың пистолетін алып, өздерінің ішіндегі ең басты бандит Бьеркке барады. Осылай барлығынан құтылған соң Эйбл ұшақтың ішіндегі жолаушыларды қорқытып орындарына қалуды бұйырады. Бандиттер алдыңғы бөліктегі жолаушыларды артқы бөлікке ауыстырады. Осы кезде ұшқыштар кабинасынан шыққан Бастиан бандиттерге өз серігін улағандығын айтады және де оның денесін төменге қарай лақтырады. Бьерк ұшақ ішіндегі жолаушылардың барлығына өздерінің ұшақты басып алғандығын жариялайды. Одан соң оларға алдарында тұрған орындық арқасына қолдарын қоюды бұйырады. Мына сақалды келген жігіт Юрий қара жәшікті тауып, оны взломдап Бьеркке хабарлайды. Айта кетсе, қара жәшік бұл ұшақ ішіндегі барлық дыбыстарды жазатын, ұшақ апатқа ұшыраса да істен шықпайтын құрылғы. Кабинада қалған екінші сатқын ұшқыш самолеттің ұшу бағытын өзгертеді. Бала Элияс өз анасы үшін алаңдап, алдында тұрған ұшақтың ішкі құрылысы жайлы анықтамаға қарау арқылы екеуіне тығылуға қауіпсіз орынды табады. Кертис Фаридті алып, оны мәжбүрлеп қызметкерлердің бөліміне алып барады. Надя баласымен бірге жасырынатын жерге қарай қашуға тырысады, бірақ оларды Эйбл қуып жетіп, Элиястың көз алдында анасын атып тастайды. Карлос баланы орнына отырғызып, енді тұрмауын бұйырады. Бьерк Эйблға егер тағы да бала қашатын болса, енді аямайтындығын айтады. Надяның өлімін көрсету арқылы Бьерк жолаушыларды қорқыта бастады. Кадр өткен шақтағы Надяның көлікте баласымен қалған сәтін ауысады. Көлік ішіндегі қатты суыққа тоңғандықтан олар күйеуінің басқан іздеріне еріп айдаладағы жалғыз үйге әкеледі. Сыртта қан іздерін байқайды, ал үй ішінде әйелге вампир шабуылдайды. Әрең дегенде қашып жертөреге жасырынады. Вампир терезе арқылы ішке еніп, күн шықпастан бұрын Надяны тістеп үлгереді және артынша күн шығып вампир жоғалады. Надя иесін жейді, ол иттің дауысын естіп люкеге түседі. Бьерк Фаридті күтудің себебі де террористердің бұларға жіберген хаттарын ол аударып беру үшін. Надя көлікке тығылады. Бұл отырған көлікке бомба қоюға Юрий мен Кертис келген. Ол көлік ішінде иттің қанын ішіп күш жинайды және де Юрийдің де шаруасын тындырады. Фарид жолаушылар отырған жерге оралып, Элиястың жанына отырады. Надя өзінің вампирге айналып бара жатқанын ұғады және де дәрісін ішуді ұйғарады. Бірақ Юрийдің рациясына Бьерк байланысып, ұшақтан парашют арқылы секіруге 10 минут қалғандығын айтады. Сондықтан әйел ойынан айнып, Юрийдің қанын до конца тауысып, вампирге тез айналуға тырысады.
Надя жоғарыға басқа жол арқылы көтеріліп жетеді. Бандиттер бұл уақытта орындарында отырған жолаушыларды егер орындарыңнан тұратын болсаңдар газ қолданамыз деп қорқытады. Бандиттер төменге түссе жерде жатқан Юрийді көреді, ал оның жанынан ит табылды. Надя әдейі Юрийді осы ит өлтірді дегенде қылып кеткен болатын. Надя ұлын тауып онымен бірге кетеді. Ал қалған жолаушылар оның тұрғаны үшін газ шашады деп қорқытуда. Надя ұшқыштар кабинасына барса, онда ешкім жоқ екен. Қайта жолаушылар бөлмесіне келіп болған жайтты айтқанда араларындағы бір адам ұшыру білем дейді. Осы кезде Фарид бандиттердің хатын оқығандығын, бұл самолеттің теракт жасалу үшін қолданылып жатқандығын айтады. Надя кабинаны жабады да Фарид ішке кіріп үлгермей қалады. Бандиттер ұшақтан түсуге дайындалуда. Бьорк оларды теңізден алып кететін адамына хабарласуда. Надя вампирге айналып бара жатыр, ал ұшыру білем деген жігіт самолетті автопилот арқылы басқарып келе жатқандығын айтады. Камерадан бандиттердің қашқалы жатқандығын көрген Надя автопилотты әзірге өшірмеуін айтады. Эйбл Надяның тірілгендігін түсінеді. Олар ұшқыштар кабинасына барып есікті ашуын талап етеді. Надя ұшқыш жігітке самолет Европаға қайта бұруды айтып, өзі вампирге айналады. Бьорк ұшқыштың бұрылғанын біліп қолына түскен бір жолаушыны ата салады. Кейін Эйблдан тағы да сұрайды. Олар кішкене қызда келгенде Надя ашуланып Бьорктың мойнынан тістеп алады. Ұшқыштар кабинасына Элиас пен ұшқыш қалады. Қалған бандиттер қорқандықтарынан қаша жөнеледі. Бұл уақытта Бьорк вампирге айналып бара жатқан еді. Сондықтан Надя қайта айналып келіп, оны до конца жоқ қылады. Бұл көріністі Эйбл бақылап тұрған еді, және ол Надяның сумкасын өзімен бірге алып кетеді. Надя өзінің толықтай вампирге айналғанын байқайды. Осы себепті ол Элиасқа есікті ашпауды тапсырған болатын. Эйбл Надяның күнделігін оқу арқылы вампирлерді ультракүлгін сәуле арқылы қашыруға болатындығын айтады. Кадр Надяның өткен шағына ауысады. Ол баласын тамақтандырып отырып, еттен аққан қанды ішіп, баласына ақырады. Кейін өзі барған вампир бар үйге барады. Ол үйден вампирді тістеген әкесі шығып, ендігі оңалбайтындығын айтады. Эйбл басқаларды жауласып жатқанда ағаштан найза жасайды. Карл болса Бастианға ұшқыштар кабинасын басып алудың үлкен мүмкіндігін туып тұрғандығын түсінуде. Бала Элиас кабинадан шығып анасын сүйреуде. Бірақ бандиттер осында келген ұшқыш жігіт қорқандығынан кабинаға кіріп есікті жауып алады. Эйбл Надяға келіп оны талдырады. Ал қалған бандиттер кабинаға кіру үшін жанталасуда. Эйбл Надяның құрылғысын білу үшін қанын алады. Кейін оның көзін құрпақ болғанда Эйлиан пистолетін тақап тоқтатады. Бірақ ол талпынысынан түк шықпайды. Самолеттің терезесін сындырып апат орнатады. Іште ауа таусылғанға шақ қалды. Ол 20 минутқа ғана жететін, сондықтан ұшақ төменге қарай түсу керек. Кабинадағы ұшқыш талып ішке қарай бандиттер кіріп кетеді. Олар жедел түрде ұшақты төмен түсіреді. Надя Фаридті тауып ұлын табыстайды. Әйел Эйблдің артынан қуып, оның көлікте отырғанын байқап, оқ атқанымен көлік бронированы екен. Ал Эйбл Надядан алған қанын өзіне кетті, вампирге айнала бастайды. Сондықтан бұны тоқтату үшін Надя көлікті бензинмен өртейді. Бұл уақытта ұшақта ауа қайта қалыпқа келеді. Кабинада отырған бандиттер төменде өрт шыққандығын байқайды. Олар төменге түскенде Надя жоғарыға көтеріледі. Ол жақта бұны көріп адамдар қорқып қашуда. Оның арасында қолына Элиасты көрген Фарид те бар. Бірақ Фарид оларға елдің өздерінің жағында екендігін ескертеді. Мұны ашулы жолаушы оны түсінбей вампир әйелге қарсы шыға бастайды. Надя Фаридті енді тістегелі жатқанда баласы бұлай жасамауын сұраған естіп есін жияды. Ашулы жолаушы да оған қарсыласуды тоқтатады. Төменге түскен бандиттер көліктегі Эйблді көріп оған жақындайды. Ал Эйбл оларды тістеп жаңа вампирлерді жасап шығарады. Надя Эйблдің ішке кіріп кетесі үшін есікті жабуға тырысуда. Фарид көмектескісі келіп қосылады, бірақ оның қолын Эйбл тістеп алады. Оларды оқ ату арқылы тоқтатады. Ал Надя Фаридтің қолын вампирге айналып кетпес үшін байлап қояды. Кейіннен артқы жақтан кіргісі келген Кертис вампирді де төменге қарай лақтырып жібереді. Әйел Бастианды қолға түсіріп жақын жердегі аэропортқа жеткізуін бұйырады. Фарид баланы төменге жіберіп, өзім кабинада қалам дейді. Вампирлер бұлардың тұрған жеріне ене алмауда. Бірақ мына есік жанындағы жатқан жаралы адам өзінің енді тірі қалмасын біліп есікті ашып, Эйблдан өзін вампирге айналдыруын, сонда тірі қалатындығын айтады. Ал Эйбл оны итеріп жолаушыларға шабуылдайды. Бұны кабинадағылар көріп тұрды, ал жолаушылар жан ұшыра кабинаны ашуды сұрауда. Олар вампирлер жүрген жерде жаруды ұйғарады. Баланың люк арқылы қолынан қаруын беріп, жарылысқа керек таймерді алуға жібереді. Олар төменге түсіп ультракүлгін сәуле арқылы вампирлерді қашырып таймерді алады. Кабинада отырған ұшақты автопилот арқылы кез келген адам басқара алатындығын нақты біледі. Осыдан соң Надя Фаридке баласын аманаттап, өзін вампирге айналдыру үшін ұшқышты өлтіреді де төменге түседі. Онда вампирлермен шайқас басталады. Ал Элиас бомба жарып вампирлерді сыртқа лақтырады. Бала өз анасын тірі қалдыру үшін өз қанын оның аузына тамшылатады, ал анасы өзін ұстап оған шабуылдамайды. Кейін баласынан кетіп қалады. Кадр фильмнің бастапқы бөлігіне оралады. Ол онда аудармашыға Фаридті құтқару керектігін
екенін айтады, бірақ олардың ойынша Фарид қылмыскер деп балаға ұйықтататын дәрі салады. Әскерилер осы уақытта Фаридтің берілгенін күтуді ұйғарып, кеш ауғанда ұшаққа өз адамдарын жібереді. Кейіннен олар Фаридті қолға түсіріп, қалғандары вампирлер толып ұшақ ішінен тінтіп кетеді. Осы кезде жедел жәрдем көлігіндегі бала дәрігерден қашып ұшаққа барады, ал әскерлердің қолына түскен Фарид бала Ильясты байқайлайды. Бала ұшақ ішінен шыққан анасының қалай әскеридің қанын ішіп жатқанын байқап, ендігіде оның адам болмайтындығын біліп ұшақты жарып жібереді. Кейін оның жаны Фарид келіп баланы құшақтайды. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше аман сау болыңыздар.